Ұрпағымның атар таңы қандай болады деген ұранмен найзаның ұшында қылыштың жүзінде жүріп қаншама ата-бабаларымыздың қаны төгілді. Қазақ тарихындағы зарлы кезеңдердің бірі 1928 жылдан бастау алған репрессия еді. Оның түп тамыры 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген Голошокин республиканың саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысып, Қазақстанға ұлы қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Сондықтан мұнда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындысынан бастау алды. 20 ғасырдағы бұл тарих беттері жалпы осы біздің қазақтың мынау түстің бетіндегі қаймағы, біздің зиялыларымыз, оның ішінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Жанайдар Садуақасов, Жүсіпбек Аймауытов сияқты азаматтар. Олардың қатарында Алаш мектептерін құруға атсалысып, ауылдан оқу іздеп келген талай баланың құжаттары болмаса да оқуға түсіріп, болашақтарына жол ашқан Мәннән Тұрғынбайұлы 1930 жылы Алматыдағы Қазақ драма театрының басшылығына тағайындалып, театр саласын дамытудың 6 міндетін атап көрсеткен. Замандас мәдениет және өнер қайраткерлерінің өміріне жаңа серпіліс әкелген Орынбек Беков. Көрнекті қаламгер Зейін Шашкин. Ол лагерде отырған жылдары шығармашылығын қойып, өзімен бірге отырған тұтқындарды шөптік дәрілермен емдеп, талай жанның өмірін сақтап қалды. Сәкен Сейфуллинмен бірге жас қазақ ұйымын құрып, тіршілік газетін шығаруға, жаңа үкіметті құруға белсене атсалысқан азаматтардың бірі Абдолла Асылбеков. Хрущевке қарсы шығып, бостандық, Мақтаарал аудандарын өзбек еліне бермеуге қарсылық білдірген Жұмабек Тәшенов. Қазақ КСР-ның тұңғыш прокуроры Сүлеймен Есқараев. Қазақтың тұңғыш дәрігерлерінің бірі Бірмұхаммед Айбасов. Қарағанды облысының алғашқы прокуроры Баймұқашев. Қарағанды поселкелік кеңесінің алғашқы төрағасы Кәрібош Шектібаев сияқты ұлт зиялылары да бар. Тек олардың өздері ғана емес, әйелдері мен балалары да азапталды. Темірбек Жүргеновтың әйелі Дәмеш Жүргенова, Сәкен Сейфуллиннің әйелі Гүлбахрам Сейфуллина, Бейімбет Майлиннің әйелі Гүлжамал Майлина Алжир мен Карлак түрмелеріне қамалды. Қазақ зиялыларының ішінде ең алғаш болып атылған Жүсіпбек Аймауытов еді. Қазір Қарағанды облысы Долинка кентінде орналасқан еңбекпен түсу лагері ГУЛАГ архипелагы құрамында ең ірі азап аралы атанды. Ол кезінде Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне дейін 300 шақырым, шығысынан батысына дейін 200 шақырым ұлан-ғайыр жерді алып жатқан. Ал сырттағы Ақмола және Балқаш бөлімшелерін қосып есептегенде, Карлактың ауқымы Францияның жер көлемімен теңеседі. Лагердің мақсаты социализм құрудың сталиндік бағдарламасын жүзеге асыру үшін тұтқындардың тегін еңбегін жаппай пайдалану еді. Карлактың маңайында 4 жасқа дейінгі балаларға арналған Мамочкин дом атты арнаулы мекеме жұмыс істеген. Онда қанша сәбидің қырылғаны туралы нақты дерек жоқ. Бірақ балалардың баудай түскен көздері аз болмаған. Қолда бар анықтамалық құжаттарға қарағанда 1943 жылы ғана 450 бала бір мезгілде өкпе қабынуынан қырылған. 1931-56 жылдар арасында Карлакта 1,5 миллион адам отырды. Карлакта ат әлемге әйгілі биофизик Чижевский Александр Леонидович, балалар жазушы Генрих Неопольдович Эйхлер, атақты орыс ақыны Николай Степанович Гумилев тұтқында болды. Еш кінәсі жоқ. Елінің бейбіт таңы үшін күрескен ұлт көшбасшыларының өмірін қиды. Кейбіреулер Сібірге айдалды. Енді біреулері өз жазасын өтеп бостандыққа шықты. Саяси сотталғандардың пікірі еді. Онда сен мүмкін 2 жылға соттауы мүмкін, сен мүмкін 10 жыл отыруы мүмкін. 15-20 күн піскілеп бесім жидіртіп әкіп қайтадан допросқа жіберді. Яғни сұмдық недір ғой. Жардың жағасына кеп бір жерге этаппен тоқтата түсіріп жатыр. Түскен жеріңде сені тек шешіндіріп тексереді ғой. Тамыңды қалдырып шешіп тастайсың. Содан жалғыз, сосын тексереді қайтадан кіргізеді. Карлак тұтқындарының жерленген орындарына белгі ретінде нөмірленген тақтайшалар қойған. Бірақ кімнің кім екенін ажырата алмайсыз. Аты жөндері тек арнайы кітапшаларға ғана жазылған. Бүгінгі күні Карлак құрбандарының қасіретті өмірі жайлы сыр шертеді.
Онда жазықсыз қудаланған адамдардың қасіретке толы тағдырларының көрінісі, талай жанның көз жасы қалды. Біздің міндетіміз тарихшы ретінде, азамат ретінде осы қырсына келіп кеткен азаматтарды, қуғын-сүргінге ұшыраған насихаттау, бұлардың еңбегін. Бұлар әрқайсысы бір энциклопедия болған азаматтар. Балабақшадан бастап мектеп, университет, колледж студенттерінің бәрі келеді. Сондықтан біз бірінші міндетіміз осы біздің өткен тарихымыз, мынау сол кісілердің көз жасына толы тарихымызды насихаттау, көрсету, айту. Қазақтың асылдары соңғы демі мен қасық қаны қалғанша қарсы тұрып, еліне деген адалдығы мен шынайы махаббат сезімдерін жоғалтқан жоқ. Бір күні әділдік пен бейбітшіліктің, адамгершілік пен ақиқаттың жаңғырарын, қазақтың қараңғылығына ең болмағанда жарық сәуле шашарын білді. Ол күн туды қазақ елі. Тәуелсіздік таңы атты.